Баршаңызға қайырлы күн. Бауырсақ ТВ каналына қош келдіңіз. Дастарханға ерекше зат іздеп, ұзақ пісіріп тұрғыңыз келмесе, осы рецепті әзірлеп көріңіз. Өте жылдам, әрі өте дәмді болып шығады. Барлық қажетті заттарды видеоның астына описание бөліміне және видеоның соңына қалдырдым. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Үй жағдайында өте оңай әрі дәмді рецептермен бөлісетін боламын. 500 грамм печеньені қолмен үгітіп аламыз. Кейбірін өте ұсақ, кейбірін кесек күйінде қалтырамыз. 120 грамм грек жаңғағын ұсақтап тураймыз. Қалауыңыз бойынша азырақ, не көбірек, немесе орнына басқа жаңғақтар, мейіз салсаңыз да болады. Бұл тәттіміздің ерекшелігі өте жылдам, әрі ешқандай пешті пісіруді қажет етпейді, бар жоғы араластыра саламыз. 180 грамм сары май, дүкеннің 72-82% сары майы жарайды. 3-4 ас қасық какао және 150 мл сүтті құйып, дәміне қарай 3-5 ас қасық қант салып араластырамыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Баяу отқа қоямыз. Түбі жабысып қалмас үшін жиі араластырып тұрамыз. Комочектар, кесек-кесек бөліктері қалып қоймас үшін біркелкі масса болғанша дұрыстап араластырып аламыз. Барлығын дұрыстап араластырып, майымыз еріп, алғашқы бүлкілдеп қайнағанға дейін қыздырамыз. Міне ақырындап бүлкілдей бастады. Оттан бірден алып, бағанағы дайындаған печеньелерімізге құямыз. Барлығын дұрыстап араластырып алып, шұжық тәрізді сопақша формаларға келтіріп аламыз. Мен қарапайым целлофандарға бөліп алдым екіге. Егер қаласаңыз, пищевой пленкаға немесе фольгаға бөліп алсаңыз болады. Дұрыстап отырып, барлығын нығыздап, домалақтап, сопақша көлемге келтіріп, 1 сағатқа немесе массамыз қатты болып қатқанша тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоямыз. Міне менің тәттілерім дайын болды. Турап көреміз. Өте дәмді, қарапайым, қолжетімді заттардан кез келген дастарханға көркін береді. Әдемі болып көркін беріп тұру үшін біреуін алып, бетіне сахарный пудра сеуіп, және де шетін пергамент қағазымен орап қойдым. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.